Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге орхидеяны қалай суғару керек екенін және күтімі туралы кішігірім видео түсіргім келіп тұр. Бұл жерде менің орхидеяларымды қазір дәл уақытта суғарып жатырмын. Және бұл гүл өте қатты күтімді талап етпейді. Тек қана аптасына бір рет суғарып, және күн сәулесі прямой түспейтін, бірақ жарық жақсы түсетін бөлмеде өседі. Менікі терезенің алдында тұрады. Күн түспейтін бөлмеде өсіп жатыр, бірақ өте жарық бөлмеде өсіп тұр. Және де қазір мен суғарып жатырмын. Суғаруына келетін болсақ, осындай сметананың немесе майонездің мынандай шелектерін алып, осы жерлерін кесіп тастап, ішіне салып қоямын. Және суғарған кезде осылай ішіне жартылай қылып су құямын да, осы горшогымен бірге осылай салып қоямын. Орхидея гүлін еш уақытта мына жағынан суғарылмайды, астынан су ішеді. Астыңғы тамырларынан бастап осылайынан көтеріліп, мына жақтағы тамырларға дейін қараңыздар, міне жағына тамырлары қоңыр болып тұрған, уже жасыл түс болып жатыр. Аптасына бір рет суғарамын. Қыстың күні 10 күнде бір рет суғарамын. Су жылы комнаттағы температурада болу керек, қатты мұздай немесе салқын немесе ыстық болмау керек. Және де мына гүлді мен уже алғаныма 1 жыл болды. Уже 3-ші рет гүлдеп жатыр. Осындай әдемі гүл ашады, ақ. Ал мына орхидея фиолетовый гүл ашады. Бұның әлі мына жеріндегі цветоносы жоқ. Цветоносын мен кесіп тастағам. Өйткені уже ескірген болатын. Міне 2 рет өскен, 2 резінде де кесіп тастағам. Осы жағынан скоро өсу керек. Міне осылай, дәл осылай, осы күйде судың ішінде 20-30 минут қана тұрады. Содан кейін өстіп алып, горшоқтан ішіндегі суын төгіп тастап, қайтадан осы горшоққа салып қоямын. Сосын осы горшоқта барып терезенің алдына қоямын, өстіп екеуі терезенің алдында өседі. Және де күн ыстық кездерде немесе жапырақтары шаң басып кеткен болса, су шашып, және де осындай ватный дискпен сүртіп қойсаңыз болады. Және де мына жеріндегі шейкалардың ішіне су кіріп кетпес үшін өстіп ватный дискпен бет-бет сүртіп қоямын. Өйткені ішінде су қалып, чіріп кетуі мүмкін. Тағы бір айта кететін нәрсе, көптеген орхидеялардан мысалы көріп жатамыз, мынандай жеріндегі воздушный корень дейді ғой, воздушный тамырлары осылай сыртқа қарай қатты шығып, гүл күтімсіз, онша емес болып көрініп жатады. Ол тамырларды кесуге болмайды, өйткені ол тамыр гүлдің былай кесіп тастаумен бірдей болып келеді. Сол үшін ондай гүлдің түрін онша емес қылмау үшін мен осылай гүлдер осылай тамырлар шығып келатқан кезде осылайынан ішіне қарай салып қоямын. Сосын ол уже ішіне қарай өседі. Тамырлар сыртына қарай нетпей шықпай ішіне қарай өседі. Мысалы, мына тамырды мен осылай ішіне қарай салып қойдым. И дальше уже ішіне қарай өсіп кетті. Вот сондай сіздерге лайфхак. Бұл гүлдерді алғаныма менің мына гүлді 1 жыл болды, мына гүлді жарты жылдай болды алғаныма, бірақ әлі осы горшогында, магазиндегі алынған горшогында тұр, әлі ауыстырған жоқпын. Кішкене тамырлары көбейсін, сосын кейін ауыстырамын. Осы гүлдердің топырақтарын қалай ауыстырам, соның барлығы қызық болса, астына комментарий қалдырсаңыз, видео түсіретін боламын. Және де бұл гүлдерді обычный гүл отырғызып жүрген топырақтармен отырғызуға болмайды, өйткені бұл орхидеялардың өзінің арналған топырағы болады. Оның ішінде мен сіздерге мына жерге қазір қалдырып кетемін. Осындай заттарды өздеріңіз таба алсаңыздар, тауып қолдан өздеріңіз жасасаңыздар болады, немесе специальный грунт для орхидеи деген болады. Солмен қолданасыздар, соған егесіздер. Өйткені бұл орхидеялардың тамырлары өстіп, қараңыздар, өстіп көрініп тұру керек, және де демалып тұру керек. Ал егер біз анандай топыраққа отырғызатын болсақ, гүлімізді өлтіріп алуымыз мүмкін. Міне осындай короткий видео болды. Орхидеяны қалай суғару керек, қалай күту керек деген сұрақтарыңызға жауап таптыңыздар деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.